Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін өте дәмді түрік тәттісі, айва тәттісін дайындаймыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Десертімізге керекті заттар: айва, су, қант, қызылша, корица таяқшасы, қалампыр қажет. Айвамызды алып, сыртын толықтай тазартып, аршып аламыз. Осындай құралмен немесе пышақпен аршысаңыздар болады. Бұл жеміс өте қатты болып келеді. Осылай ортасын бөліп, ортасындағы дәндерін толықтай тазартып аламыз. Барлық жемістерінің барлығын мен сыртын аршып, тазалап алдым. Қабығын тастамаймыз. Одан кейін дәндерін де теріп аламыз. Ыдысқа қабығын саламыз. Дәндері бұл жерде бояу ретінде қолданады. Осылай тесігін жоғары қаратып, барлық жемісімізді салдық. Одан кейін біз дәндерімізді салдық. Корица таяқшасы, қалампырды салдым. Бірнеше бөліктерге бөлінген қызылшамызды салдық. Тесіктерінің үстіне бір-бір қасықтан қантымыз саламыз. Бұл жерде қызылша айвамызға қызғылт түс береді, сол үшін мен салдым. Одан кейін үстіне суымызды құямыз. Суымызды құйып, қақпағын жауып, отта қайнатамыз. Біраз қатты қайнағаннан кейін астын басып, баяу отта пісіреміз. Біраз піскеннен кейін айвамыздың екінші жағын төңкеріп қоямыз. Су тартылып, ішіндегі сиропы бал тәріздес болғанға дейін біз қайнатамыз. 1 сағатқа жуық қайнатамыз. Бетін жабамыз. Айвамыз пісті. Сиропы осындай бал тәріздес болды. Енді біраз суытамыз. Суығаннан кейін ыдыстарға салып, тесігіне 1 қасықтан қаймақ салдым. Қаймақтың орнына балмұздақ қойсаңыздар да болады. Қаймақтың үстіне фисташка дәндерін септім. Өте оңай, әрі пайдалы, жеңіл десерттардың бірі. Осындай дәмді десерттер дайындаңыздар. Жасалуда оңай. Маған осы десерт қатты ұнайды. Өте жұмсақ, нәзік болып келеді. Сіздер де отбасыларыңызға осындай ерекше десерт дайындаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.